Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай тигровый рулеттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ешқандай да пропитканы қажет етпейтін, разрыхительсіз, өте жұмсақ болып, дәмі ауызда ерейтіндей кереметтей болып шығатын ең сәтті рецепттің бірі. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер және мені қолдап лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал қыздар, енді қамырымызды дайындауға кірісейік. Жұмыртқаны ағы мен сарысына бөліп аламыз және сарысына сүтімізді, сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ендігі жерде електен өткізіп ұнымызды саламыз. Үстіне бір шымшым ванилинімізді салып, түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап тұрып араластырып дайындап аламыз. Қыздар, енді құрғақ шашымызға белогымызды салып аламыз да, беті көпіріп бастаған кезде 3 бөлікке бөліп қантымызды салып, жақсылап тұрып меренге ұрып аламыз. Бірақ меренгамыз қатты қатып кетпеу керек, сәл жұмсақтау болып шықса жарайды. Енді дайын болған меренгамызды жылтоғымыздың үстіне 3 лопатка салып аламыз да, оны жақсылап араластырып аламыз. Енді осы дайын болған массамызды қайтып белоктың үстіне құямыз. Содан соң оны жақсылап тұрып біркелкетіп араластырып дайындап аламыз. Енді мен осы жерде 2 ыдыс дайындап қойдым. Маған жаңа тигровый цветті дайындау үшін екеуіне какао қосып 2 цвет шығарам. Біреу қанық, біреу ашық түс қылып. Сіздер какао қосқыңыз келмесе, краситель қоссаңыздар болады. Және мен бұл қазір 2 ыдыстағы массаны кондитерский мешокқа салып дайындап алатын боламын. Қыздар, енді жаңа дайын болған массамыздың ақшыл түсіне осындай майлы пергамент қағазын үстіне отырғызып, әртүрлі формада отырғызып аламын да, қызып тұрған пеште 1,5 минут пісіріп аламын. Содан соң жаңа қанық түсімен осылардың сыртын қаптап сызықтар жасаймын да, оны да 1 минутқа осындай пешке салып пісіріп аламын. Екеуі дайын болған соң осылардың үстіне жаңа қалған массамыздың бәрін толықтай құйып, бетін тегістеп 15 минутқа 180 градусқа 15 минутқа салып пісіріп алатын боламын. Өте жұмсақ болып шығады. Беті кішкене қызарыңқырап бастаған кезінде алсаңыздар болады. Қыздар, енді пісіп шыққан жаңа қамырымыздың үстіне пергамент қағазын жаямыз да, өстіп аударып бетіндегі пергаментін алып тастаймыз. Енді біз жаңа крем ұрып бастаймыз. Мен мына жерде сливочный сырға сахарный пудра қостым және 30% сливке қосып, жақсылап тұрып крем ұрып алдым. Қыздар, енді жаңа суып тұрған қамырымның үстіне мен 1 слой сгущенка жағып алдым. Сіздер сгущенканың орнына жаңа шоколадный паста, варенье болмаса джем қолдансаңыздар да өте керемет болып шығады. Енді кремімізді жағып аламыз да, тегістеп осы пергамент қағазының көмегімен нығыздап, жақсылап тұрып орап аламыз. Содан соң дайын болған рулетімізді холодильникке 2 сағатқа қойып алыңыздар. Қыздар, міне біздің рулетіміз дайын болды. Алдағы уақытта да сіздерді осындай керемет, сәтті шығатын рецепттермен қуантатын боламын. Сол себепті маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және де осы рецептмен міндетті түрде жасап көріңіздер.